Армысыздар, құрметті ағайын, менің атым Бурахан. Бүгін мына біздің Қызылжардағы офиске сонау Өзбекстаннан, Бесқаладан Махмұт деген қандас ағамыз көшіп келіп жатыр біздің солтүстікке. Бұл кісі өзі Өзбекстанда, Бесқалада өмір бойы дегенде 25 жыл дәрігер болған кісісіз, Иә. Невропатолог, терапевт, сондай бір мықты кісі екен. Бүгін біздің офисімізде осы жерде ұлттық тестілеуін өткіземіз. Одан кейін барып қандастық құжаттарын жасатып, бұйырса осы елімізге, солтүстікке бір мықты дәрігер қосайық деп отырмыз. Жалпы бұл ағамыздың тағы бір артықшылығы бар екен. Бұл кісі адамның тамырын ұстап, қандай дерттері бар екен білет. Қысқасы айтқан кезде міне бағана жаңада мен тамырымды ұстап кәдімгідей айтып отыр, қаның тым қою, сол қою қанды дененің әрбір түкпір-түкпіріне жіберу үшін жүрегінің жоғарғы режимде жұмыс жасап тұр екен. Күтіну керек, мына шашыңның бәрі түсіп жатқаны, денеңде жаңағы витаминдер азайып, иммунитетің өте төмендеп сөйтіп бара жатыр екенсің. Қысқасы денең тозып барады дейді. Тек қана рухтың күшімен жүрген адам екенсің деп айтып тұр да, емделу керек деп отыр. Енді жалпы мына салауатты өмір салтында мына қазақтың жастары қазір біз мынандай кола көп ішеміз, темекі көп шегеміз, анау мынау, жалпы негізі тез былай қалыпқа қайтадан келіп алатындай қандай бір-екі не ұсынасыз? Не істеу керек мысалы мықты болып жүру үшін? Енді мықты болып жүру үшін біріншіден адамның өзіне байланысты болады. Яғни өзің сол режимдерді ұстап, витаминдерді көп қабылдап, спортпен шұғылданып, өзіңізге қарап жүрсеңіз, питанияға да қарауыңыз керек. Әрбір питанияны қабылдаған кезде сол витаминдерге көбірек не беру керек, ытыбар беру керек та. Соның үшін организм так өзі мықты болып келеді. Тамаша. Енді бұйырса біз көшіп келген азаматтарды енді сізге емделуге жіберіп тұрамыз енді. Аққайынға барып, сол жаңағы Шағалаға барып, амбулаторияда отырыңыз, біз жиі барайық, тамырымызды басып, жол көрсетіп, сөйтіп тұрыңыз. Мен бір таңғалған, бұл кісінің көзі кәдімгідей. Мен осы соңғы бір жерге барған кезде, тексеруден өткізген кезде, жаңағы EKG-да бәрінде айтылады ғой, соның сөздерін кәдімгідей айтып беріп отырғанына таңғалдым. Қысқасы айтқан кезде, ағайын, бізге солтүстікке тек қана мал бағатындар емес, міне осындай мықты мамандар көшіп келіп жатыр. Сіздер де бізге солтүстікке келіңіздер, осы солтүстіктегі адам санын көбейтіп, осы жақтағы экономиканы, демографияны бірлесіп арттырайық. Ал, қош келдің ағасы. Рахмет. Тәуекел, теріскей бізге аманат. Лайк басып отырыңыз.